Кешірілмейтін кеш. Нұржан 38 жастағы салиқалы, сыпайы, жұртқа сыйла азамат. Алматыда жеке компания басқарады. Жағдайы жақсы, көлік, пәтер, бәрі бар. Жанындағы жары Гүлнұр екеуі 15 жылдан бері бірге. Екі баласы өсіп келе жатыр. Сырт көзге бәрі мінсіз. Бірақ бұл тыныштықтың астында бір ауыр шындық бұғып жатқан еді. Нұржанның өмірінде соңғы уақытта бір түрлі күйзеліс байқалды. Өзін бос сезінді. Жұмыс, үй, балалар бәрі күнде бір сарын. Ал Гүлнұр күйеуімен шын сөйлесуге тырысқан сайын Нұржан үнсіз қалатын. Араларында суықтық пайда болды. Бірақ бұл оның Гүлнұрды жақсы көрмейтінін білдірмейтін. Ол тек өзінің әлсіздігін жасырып, жанына жиналған бұлтты іште тұншықтырып жүрді. Нұржанның кеңсесіне жаңадан жұмысқа тұрған жас әрі көрікті менеджер Аяулым пайда болды. Оның жымиысы, назды дауысы, көзіндегі от Нұржанды қайтадан тірілткендей болды. Аяулым оған, сіз сияқты ер азаматтар сирек деп жиі айтатын. Нұржан өзін еркек ретінде қайта сезіне бастады. Басында бәрі жай ғана флирт сияқты еді. Бірақ уақыт өте келе, ол Аяулымның қасына бару үшін жұмысқа ертерек келетін болды. Жұмыстан кейін де бірге кешкі ас ішетін. Бір күні бәрі шекарадан өтті. Нұржан алғашқы рет үйіне өтірік айтып бармады. Күндердің бір күнде Гүлнұр оның телефонынан бейтаныс хабарламаны байқап қояды. Сағынып кеттім, жаным кеше кешке кездесу ғажап болды деген жолдар. Ол алдымен сене алмай қалды. Бастапқыда өзін кінәлады, мен тым суық болып кеттім бе, әйел ретінде әлсіздік таныттым ба? Бірақ бұл ойлар оның жүрегін күйдіріп көз жасын тыя алмады. Сол түні ол Нұржанға қарап, бір ғана сұрақ. Бұл рас па? Деді. Нұржан үндемеді. Тек төмен қарады. Сол үнсіздік бәрінен де ауыр жауап болды. Гүлнұр үйден кетіп қалмады. Балалар үшін, отбасы үшін күрескісі келді. Бірақ жүрекке түскен дақ кетер емес. Нұржан бар күшін салып кешірім сұрады. Аяулыммен байланысты үзді, тіпті жұмыстан шығарып жіберді. Бірақ енді бәрі бұрынғыдай бола алмады. Ол күнде Гүлнұрдың көзіне қарап, мен ақымақ болдым. Өзімді жоғалтып алдым. Сенсіз өмірім бос дейтін. Гүлнұрдың жауабы қысқа ғана болатын. Жара жазылады, бірақ тыртық қалады. Арада 2 жыл өтті. Олар бірге қалды. Балалар өсіп мектепке түсті. Бірақ араларындағы бір жыллық кете бастады. Гүлнұр сырттай сабырлы, бірақ іштей енді ешқашан сенбейтін болды. Ал Нұржан өз кінәсін өмір бойы арқалап жүрді. Бір кеште, бәрі тыныш отырғанда, Гүлнұр жай ғана сыбырлап, сен мені өлтірген жоқсың. Бірақ бір бөлігімді өлтіріп тастадың деді. Сол сәтте Нұржан алғаш рет шын жылап жіберді. Бұл опасыздықтың сәтті құмарлық емес, адамның ішкі әлсіздігі мен жауапсыздығы екенін көрсететін оқиға. Кешірім мүмкін. Бірақ сенімді қайта оралу әрқашан бола бермейді. Соңы